Так, менде бар, сен өзің звук қоспай, звук шығармай. 3, 2, 1, кеттік. Армысыздар ағайын. Алғашқы біздің бағдарлама қош келдіңіздер десек те болады. Бұл қазақ тіліндегі денсаулыққа байланысты бағдарлама. Туындалатын сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Менің есімім Абзал Дүйсенбекұлы Малбасханов, өкпе дәрігері, пульмонолог. Енді көп адамдардың көкейінде жүрген сұрақ бар. Сұрақ болған кезде көбісі біреу түсініп айтады, біреу түсінбей айтады. Соның ішінде суық тию. Суық тию дегеніміз не? Кейбір адамдар енді қазақта өзі екі ауру болады ғой. Суық тиеді, немесе көз тиеді. Көз тию жағын молдаларға бере салайық. Әзірше маңдайымызға күйе жағып алып отыра берсек те болады. Ал енді суық тиюге келетін болсақ, суық тию неден пайда болады? Неге осындай ол ар жағы асқынып, адам тіпті төсек тартып жатып қалып жатады? Осы суық тиюді біз түсінеміз ба, түсінбейміз ба? Өйткені бізде грипп деген де бар, тұмау деген де бар, тағы да коронавирус деген бар, көп. Бірақ барлығын бір суық тиюге сыйғыза алмаймыз. Енді айта кетейік, суық тию неден болады? Мектепке оралайық, зоология және биология пәндерін еске алатын болсақ, жануарлар екіге бөлінеді: суық қанды және жылы қанды. Біз жылы қандылармыз. Жылы қандыларға келетін болсақ, біздің мыңдаған жыл бойы дамыған ағзамызда рефлекс бар. Бұл қан тамырлар жүйесі. Сол қан тамырлар жүйесінің керек кезінде қысылып, керек кезінде жазылуына байланысты. Мына адамның ағзасын жер планетасы деп алайық. Ал сол жер планетасындағы нәрлендіретін тамырлар ретінде арықтар мен дарияларды алайық. Егер де дария мен арықтарда су таусылатын болса, ол жер кебірсіп, су келмей шөлде аймаққа айналып кетеді. Мысалға біздің еліміздегі көрініс бұл Сырдария және Арал теңізі. Сырдариядан су келмеген соң Аралдың түбі тартылып кебірсіп кетті. Енді қарайтын болсақ, адам денесі тоңған кезде шеткері қан тамыр жүйесінің бәрі спазмға болады. Спазм деген тамырлардың қысылуы. Тамырлар қысылған кезде көп қанның бөлшегі біздің ішіміздегі маңызы бар ағзаларды қорғауға тырысады, жылулықта сақтауға. Ол біріншіден жүрек, өкпе, ми, тағыларын айта берсек көп. Енді ол біздің өмір сүріп жатқан ағзаларымыз ғой. Сол себептен шеткері жүйеде бізде қан дұрыс бармай қалады. Бұның әсерін былай айтсақ болады. Қалыпты жағдайда біздің мұрнымыздағы өзіміздің шырышты қабаты болады. Сол шырышты қабатта бізде жүн түтіктері бар. Сол жүн түтіктердің түбінде бездер бар. Сол сұйықтық бөледі. Ал мына ауалас қой. Ауалас болған соң бұл ауада вирус та бар, бактерия да бар, шаң да бар, тозаң да бар, аллергиялық заттар да бар. Енді шаңды, басқа да үлкен дүниелерді мұрындағы жүндер ұстап қалады. Енді сол жерге қан дұрыс келмесе, ол жерге біздің жергілікті иммунитет төмендейді. Өйткені қан келіп тұрған соң, иммунитеттің клеткалары да сол жерге келіп тұрады, сол шырышпен бірге. Ал егер қан келмесе, шырыш та төмендейді, иммунитеттің клеткалары да келмейді. Иммунитеттің клеткалары келмесе, ары қарай вирус пен бактерия ойына келген істеп асқындыра бастайды. Қалыпты жағдайда мұрынның шырышты қабатында күніне 500 мл сұйықтық бөлінеді. Ол жаңағы бір бөтелке шөлмек сияқты. 500 мл сұйықтық ішіндегі ұстап алған вирусы бар, бактериясы бар, тікелей асқазанға айдап жібереді. Сіз оны байқамайсыз, ол жұтыла береді, асқазанға барып, асқазанның сөлінде ол инактивтендіріледі, немесе залалсыздандырылады. Ал егер асқазанның басқа аурулары болса ше, деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол енді басқа тақырыпта. Енді шырышты қабаттағы қан дұрыс келмеді, вирус пен бактериялар мұрнның ішінде толып жатыр, ары қарай шырыш кетіп отқан жоқ. Одан кейін не істейді? Мұрнымыздағы сол шырыш әрі қарай емес, бері қарай ағады. Сол себептен мұрнымыздан кейін ол маңқауып шығып жатады. Қайта жаңағы шүберекпен сүрткіштеп жатамыз. Енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Ойбай, мен жаңағы вакцина алдым ғой, гриппен ауырмаймын, немесе тағы да басқа аурулармен ауырмаймын деп. Енді жаңа айтып кеткендей, шырышты қабатқа қанның келуі азайса, сіздің ақпараттанған ағзаңыздағы антиденелер қайдан келсін ол жерге? Ол әрине ары қарай барады да өздігін өршіте береді. Ол жерге қан келмеген соң ол жерде ферменттер бөлінбейді.
ол антиденелердің жаңағы вируспен байланысуы төмендеп қалады. Оны мына суреттен көрсеңіздер болады. Енді осы біздің суық тию дегеніміз үрдісі осылай басталады екен. Сонда біз өз-өзімізді жылы сақтамағаннан, дұрыс тамақ ішпегеннен, тамақ ішпесеңізде денеңізде қан айналым баяулап болады ғой. Өйткені біздің ағзамызда қанның қысымы 120-да 80 сынап бағанасы бойынша дене қызуымыз 36-да 6 градусты білдіреді. Ал сіз енді суық күні тамақ ішпесеңіз, сорпа ішпесеңіз, ет жемесеңіз, денеңіздің температурасы төмендейді, қанның қысымы да азая бастайды. Қанның қысымы азайса, қанның келуі баяулайды. Қанның келуі баяуласа, дене қызуы төмендейді. Дене қызуы төмендесе, иммундық клеткалардың активтілігі төмендейді. Міне барлығы осы. Ал енді суық тиюді талдадық. Әрі қарай не? Осының еміне келейік. Біз еміне келетін болсақ, бізде суық тиді деп әрқашанда біз дәрігерге бармаймыз. Біз жаңағы халық еміне жүгінеміз. Бір халық емі дегенді көбіміз түсіне бермейміз. Халық емі дегеніміз не? Халық емі дегеніміз оның зерттелген немесе жаңағы маңызды пайдасы дәлелденген дүниелерді айтсақ болады. Енді ана шыбын-шіркейін жеп, ойбай жазылып кетем деген ол дұрыс емес. Енді ағзаға әсері бар дүниелерді айтайық. Мысалғы, тері жабындысы. Тері жабындысы мынау біздің теріміз. Терімізде мына кішкентай қарап тұрсаңыздар тесіктер бар. Содан бізде күнделікті тер бөлінеді. Ана бұрында бір апамыз айтқан екен, мына шалдан пайда жоқ. Не болмаса шай ішіп терлейік дегендей. Сол шай ішіп тұру керек. Шай ішкен кезде бізде не болады? Шай ішкен кезде біздің ағзамыздағы қанның көлемі ұлғаяды. Қанның көлемі ұлғайған соң шеткері қан тамырлардағы қыл тамырлардың спазмысы босап, қан айналымы жақсарады. Ондай болса, құрғақшылық болмайды. Ол бір. Енді жалпы ағзамыздағы қанды тазалап отыратын ағза бұл бауыр мен бүйрек болатын болса, жаңағы зәр шығарамыз, одан кейін нәж шығарамыз. Ал шеткері қан тамыр жүйесіндегі қанды қалай тазалаймыз? Біз тері арқылы тазалаймыз. Біз терлеп отырған кезде теріміз шығады, сол тері арқылы бізден көп зиянды заттар шығып кетіп отырады. Сол себептен шай ішіп, жылы сусындар ішкен дұрыс болады. Суық тиюдің алдын алуға өте бірден бір халық емінің пайдасы десек те болады. Және де тағы бір досым айтатын, бала кезімізде құлап қалсақ та, басымызды жарып алсақ та, аяғымызды сындырып алсақ та, қойдың майын жағып тастай беретіндігін деп, суық тисе де. Сол қойдың майын жағып алып жүрген кезде біздің енді ананың иісі деген француз әтірінен де асып кетеді дейді. Енді қараңыз, қойдың майының қандай әсері бар? Арқамызға жағамыз, кеудемізге жағамыз. Сол кезде жаңағы терінің түтіктерін бітеледі. Ол қойдың майы тоңданып қалады ғой. Тоңып қалған соң ол бітеледі. Бітелген кезде ағза ол бітелген тесіктерді ашу үшін сол жерде қан айналымды жақсартуға тырысады. Қан айналымы жақсарған кезде анау қысымы жоғарылап, дене қызуы жоғарылап, терілер ашылады да көптеген адам терлей бастайды. Сөйтіп аурудан айығу басталады. Енді көкеңізде бір сұрақ туындап отырған шығар, енді халықтың ішінде көп тарап кеткен дүние, мына бір 100 грамм тарып берсем, ішіне бұрыш салып ауырмайтын шығармын деп. Ол да рас, енді жайдан жай шыққан дүние емес қой. Қазақ халқы болмаса да, қасымыздағы көрші мемлекеттерде осыны көп қолданады. Әсіресе мына коронавирус кезінде көп адамдар осы ішімдікті көп қолданды. Ойбай әсері мықты екен, ауырмаймыз деп. Енді былай айтайық. Қайсысы бір алкогольді сусындарын алатын болсақ, құрамында этанол бар. Сол этанолдың әсері біздің орталық жүйке жүйесін тежейді. Орталық жүйке жүйесін тежеген кезде, мына біздің қарақұсымыз бар ғой. Сол қарақұста қан тамырлар орталығы бар. Сол қан тамырлар орталығын тежеген кезде біздің суықтың әсерінен шеткері қан тамырларымыз жиырылмай қалады. Қан жиырылмаған соң біз денеміз жылы болып жүреміз. Миымызды тежеп қойған соң мәз болып жүреміз. Бірақ ары қарай ішкі ағзаларымыздың асқындырып алуы мүмкін. Өйткені басында жоғарыда айтқандағыдай шеткері қан тамыр қысылған кезде суықтың әсерінен іштегі ағзаларды жылы ұстауға тырысады деп. Оның пайдасы осы деп. Одан кейін біз күнде енді суық болды ғой деп күнде арақ ішіп жүре бермейміз ғой, енді біз көрші ел сияқты емеспіз ғой. Сол себептен дініміз бар, тіліміз бар.
оған біз қарсымыз. Және де ішімдіктің басқа да зияндылықтары көп. Бұл бауырды құртады, жүйке жүйесін құртады, қан тамыр жүйесін бытшын шығарады. Суық тигізбеймін деп жүріп, үлкен аурулардың салдарына жетіп қалуымыз мүмкін. Енді тағы да айта кететін бір жайт, шөп дәрілер. Қандай шөп ішкен дұрыс? Мына қазіргі заманда бізде барлығы аузым бар деп сөйлей береді. Аузым бар деп сөйлеген соң әркім өзінің саудасын жүргізгенді жақсы көреді. Біреудің біреуге жаны ашымайды, не екені белгісіз. Енді қарап отырсаңыз, 2020 жылы болған дүние, мынау зімбір, орысшасы имбирь, ойбай мықты болады екен, бұдан жазылып кетеді екенсіздер, ішсе құлан таза деп, тіпті бағасын 27 теңгеге шығарып алдық. Ақыр соңында оның пайдасы жоқ екенін білдік. Сол себептен әр шөптің де өзінің пайдасы бар. Ал ағайын, осы суық тию деген кішкене ғана дәрісіміз аяқталды. Қазақша басталып жатқан осы денсаулық сақтау жүйесіндегі контентті қолдаңыздар, тіркеліңіздер, бөлісіңіздер. Рахмет.